Абул Асвад ад-Дуали айтады. Өзінің балдарына айтады. Мен сендерге кіші уақыттарында да, үлкен уақыттарында да, туылуларынан бұрын да сендерге жақсылық қылғанмын дейді. Сөйтсе балдары, бізге туылудан бұрын қалай жақсылық қылдыңыз десе, сендер ол себепті айыпталмайтын ана тауып таптың сендерге дейді. Ол себепті айыпталмайтын ана таптым сендерге деп айтты. Ол үлкен нәрсе. Солай ма? Ол тек қана әйел еркектен емес, және бір рет қайтарамыз. Әйелдерде тур солай. Олар іздемесін, бірақ таңдасын олар. Таңдап, тазысына ұшырамай. Таңдап отыра бермесін. Бірақ таңдасында шариғатқа сай келсе, үйленсін. Соған күйеуге шықсын. Наби саллаллаху алейхи ва саллам еркекке мынандай деп айтқан болса, дұрыс діндігін ізде деп. Тур сол сияқты әйелге және әйелдің үстінен қарайтындарға егер сендерге діні және мінезі жағатын біреу келсе, оған үйлендіріңдер деп. Егер солай істемесеңдер, жерде үлкен фасад болады.